Bismillahirrahmanirrahim. Mынау ас садақаға келген ағайын, қош келдіңіздер. Осы ас садақаның құрметті қонағы болуды сіздерге нәсіп еткей. Аспан садақ, ажал оқ. Мысалы алда мергенді. Алла тәңірі біз қоян етуге әл жоқ ербенді. Сұм нәпсі үшін сонда да қоймаймыз құлаш кергенді. Ажалдан аман қалған ешкім жоқ, бергенмен жинап кергенді деген сөз бізге көңілдерден қалған. Алла тағала пендесін мәңгілік етіп жаратпаған. Әрбір адам тағдыры бітіп, талқаны таусылған күні пәни дүниеден бақи дүниеге аттанып кете барады. Бірақ соңдарында ұрпақ қалады. Сол ұрпақтардың ата-бабаларын, ата-аналарын елеп ескеріп, Құран бағыштатуы бұл әрі адами, әрі пенделік парызы. Кетеді көктем, келеді көктем оралып, кетеді жазым, келеді жазын тағалып. Кезекпен сосын қақаған қыста келеді, ал адам кетсе, келмейді қайтып, ол анық деген сөз де бұрыннан айтылып келеді. Арғы бабалар, аталардың бәріне өмірден өткен, бір шүкіршілігі соңдарында ұрпақтарға. Солар бүгінгі күні аталар жаққан шырақты өшірмей, солар салған жолды жалғастырып келеді. Сондай өрісін кеңге жайған ру, сонау Ақтөбе мен Ақмешіттің арасын еркін жайлаған, араларынан Әйдекедей би, Жалаңтөстей баһадүр, Байғазақтай батырлар шыққан төртқаралар. Төртқара оның нағыз негізгі аты Қарамашақ. Қарамашақтың бір баласы Қараш, Қараштың бір баласы Тоқпан. Тоқпанның үш баласы бар, сол үш баланың бірі Тоғамыз, бірі Шобан, бірі Сейітқұл. Шобаннан үш бала Әтембет, Суғыншын, Бөпем. Бүгін сол үш баланың ұрпақтары Шобан аталарының аруағына арнап ас бермекші. Қараш әулеті өсіп өнген тарихта белгілі тұлғалары бар. Әйдекедей биі, Жалаңтөстей баһадүрі, Көбек Басқарадай билері, Төлеуі Масақбай батырларын айтсақта аз болмайды. Осы кезге дейін Шобан атамыздың қайда жерленгені жайлы дәлелден болмаған болған. Ал енді кейін белгілі болды, сондықтан да осы жерге Төретамның азаматтары барып, едірек соған жұмыс жасап келді. Солардың арасынан сапардың жайын баяндау үшін Төретамдық Жәнібек үніміз ортаға шақырылсын. Ассалаумағалейкум, асқа жиналған ағайын. Мінеки бүгін Шобан бабамыздың асына жиналып жатырмыз. Бір жерден қол шығарып, бір баста, бір жерден жағадан бас шығарып, 2018 жылы Талғат деген ініміздің қыз баласы Жақайындарға күйеуге шыққан тұрмысқа. Сол кісі Ақбастыда атасы бар екен, атасына барып сәлем бергенде, атасы айтты, несің деп. Сол кісі деді, қызымыз Шобанмын деген, Шобан болсаң, онда мына сені бабаң жатыр ғой деп айтқан. Жаңа қызымыз сол үйден бір 5-6 метр шөбірек алып, бабасының басына белгілеп, байлап кеткен екен. Сол хабар бізге жетті. 18-ші жыл сосын біз шықтық осырадан. Ол кезде Тегірсін Жақпек ағамыз бар еді, молдамыз. Мергенбай ағамыз бар, Қанауыт ағамыз бар, Раман бар, мен бармын, тағы жігіттер бар. Сол басына барып Құранымызды оқып, жаңа ненің басын өлшеп, сол ауылға келдік. Ауылға келгеннен кейін решетка дайындап, өйтіп-бүйтіп қайтадан кеттік. Ол Ақбасты деген жер осыдан 350 километр екен. Соған барып басына бір малымызды сойып, басын қоршап,
Sonra қайттық. Сонан осы мінекей сол арада барған жігіттер енді ауылға барғаннан кейін шобандарды шақырып біз атамыздың басын таптық деп белгілеп шыққанбыз сол жақтан. Бірақ енді соның арасында пандемия басталып кетті де біз үндей алмай қалдық. Онан кейін жақында Роман больницаға жатқан, Роман больницаға жатса бір кісілер Шобан атамыздың басын сыммен қоршап келдік деп тағы бір әңгіме айтты. Соның Роман мен бәріміз жиналып алып, Айбек бар, Талғат бар, қайтадан кеттік жаңағы жерге. Барсақ бәрі орнында тұр, енді ол жақта түйе мен жылқы көп. Сол ойымыз енді қиратып кеткен шығар деп ойладық. Ол кісі басын тауып берген бізге жаңағы Жақайым құда. 60-шы жылдары атпен барғанда бейіттің басы иығынан келеді екен 60-шы жылдары. Енді қазір мынандай қалды, сосын екі босағасы қалды, әйдік. Екі босағасы бар енді. Соны бабамыз деп таптық енді. Сол бабамызға мінекей ас беріліп жатыр. Зар жауларың қабыл болсын. Ал, мінекейсің. Рахмет, мына енді барып қатысқан жігіттердің көргенін естісін, білсін деп жатырған ниет қой. Ниеттеріңізді Алла Тағала қабыл етсін. Осы түнде ғана жазылған, әлі сиясы да кеппеген деп айтуға болатын бір өлеңімді оқығым келеді. Төрт қараларға арнау. Сыр шертсем, шежіреден азмаз дебем, кіші жүзден тарайды әлім шөмен. Екеуі Қадыр-қожа балалары, атақ-даңқы ешкімнен емес төмен. Баласы Әлімбейдің қарамашақ, жасынан билік айтқан атақ ұқсап, төрт бала, онан туған кем болмады, жатпаған қап түбінде қанжар ұқсап. Әлімнің бір бұтағы төрт қаралар, қыр-сырда іргелі ру боп саналар, Әйтеке, Сапақ би мен Шобан Батыр, есімі елге әйгілі әзданалар. Жақсыз десе жиылып топталамыз, айыр таулы ұранды төрт қарамыз, жалаңтөс байқазақтай батырлардың ерлігін кең ұрпақ еткен аңыз. Көңілге игіліктіс оң боп қонсын, ағайын үлкен кіші орта толсын, ас садақаға мал шалып ниет еткен Шобан төрт қаралар, тілегіңіз қабыл болсын. Құранға құлақ қойып тыңдағалқым, үкіміне Алланың көне дәргім, қол жайып, үлкен кіші дұға етіңдер, болғай деп жазы жанатта Шобан атам марқұм. Шобан бабамыздың рухына бағыштап Құран оқу кезегі Төретам аймағындағы Жәрімбет әулие мешітінің бас имамы бастан тақсырға беріледі. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا جلالة إن شاء الله تعالى بكل مقطع يسوزين غنا لايق وزني غنا جديد سرا وزني غنا قصو إيتك يا ربنا كريم وصو وخلغان قرآن كريم'nin savabına iki dönünün sağları adamzattın aslı süyüklü peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şerifini onun otbasına ahli beytini Allah Teala'm осы жерде әмин деп отқан барша мұсылмандарымыздың елдеріңізден дәметкен Алла осы шоған ата баба рухтарына Алла бақыш еттік. Алла о кісілердің жатқан жерін жайлы, топырақтарын торға, имандарымыздың жолдасы қыл, қараңғы жерін жарық ет, Құран нұрымен нұрландыр, қабірлерін кең қыл, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның шапағатына нәсіп еткей. Алла баршамыздың әмин деп отқан дұға тілектерімізді Алла өзі қабыл етсін. Алла Тағала отбасы шаңырақ бала шаға ағайын туыстарыңызға екі дүниенің байлығын беріп, дендеріңізге саулық берсін. Алланың разылығы үшін деп жасалып жатқан игі іс Құдай садақаларыңызды Алла қабыл қылсын. Амин. Робби яссир ва ла туассир, Робби таммим бил хайр. Би рахматика архамар рахимин. Алла қабыл етсін иншалла. Құрметті қонақтар, Алламызға дастархан жайылды. Бірақ осының алғашқы бәтесін Шоған әулетінің үлкені Ержан Ақсақал майбасының ашып бәтесін беріп жүрсін. Шоғанның Ақсақалы Ержан ағам. Құрметті қалай Şoban babamızın askerimiz oldu, ben dünyası külüvatan Şoban alışında o işitimimiz yeni bölümünde basa o sırdan gelin babamlarımıza çok rahmet aytmadım sebep tünekki gecesi vardı, diğer arası vardı degende kurastırıp alışıldım. Şaşırtmakta kelip asarlarına çok rahmet. Allah dinlerin adamlarına hoş olsun, dinlerin sağ olsun. Sınıfta benim oğullarım aytmadım. Özümüzün içerikindeki oğullarım aytmadım. Yaxşı, esnadım. Kızlarımız var, gelinlerimiz var. Aynalar bәрі қызмет жасаватыр. Аса толап келіп жатыр. Ondan көбейтіп, Şoban babamыздың рухы адам Yürümüş bәрінің отбастарының жақсы болсын. Не дейін,
бауырларым келгенде өзі қуаныштымын. Ол Ақтөбеден тағы сол жерлерде бұндақтан келген мына қабырғасынан кейін қабырға қаласын міндетті түрде келіп астында айналайын бала шағаларым рахатын болыңдар, аман болыңдар, жылда болсын, баланың әруақысын неге жар болсын, бәріңізге де. Астарың қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын. Ағайындар ауылымыздан Шұбан Ақсақал жеріне қалдастырған ашып берді. Енді ауылды шай әкеліңіздер, шай. Қымбатты ағайын, сіздерден бір өтініш бар. Сіздер көпсіздер, біз азбыз. Торқалы тойға емес, топырақты өлімге, аруаққа Құран бағыштауға келіп отырғандарыңызды ескере жүріңіздер. Әшейіндегі айтылатын пенделік әңгімелерді бір жарым 2 сағатқа қиып, мынау айтушылардың пікірін тыңдай отырып, ортаға сыйластық көрсетсе екен деген ойдамын. Енді дастарханның батасы берілді, осы ас садақаны ашу рәсіміне Шобан бабамыздың бөпем аталығынан шыққан ақсақалы Төретам аймағындағы шобандардың президенті Қасымбек аға, қасында інісі облысқа танымал қоғам қайраткері Нәжімәдин ініміз, Суынша аталығынан Атақоныс Майлыбастан келіп отырған өкіл Ержан ақсақалы, Әтембет аталығынан Ақтөбедегі Қарамашақ атындағы қордың директоры Иманғали ініміз ортаға келеді, шақырылады. Келгендеріңізге рахмет, мыңда бір Алланың нұры жаусын. Мынау енді ата-бабаларымызға Шобан атамыздың соңғы соның ас беріп жатырмыз. Алла қабыл етсін. Барлықтарыңызға да тілейтініміз осы оттарыңның басында үлкен жиын той болсын, аманшылықта болшайық. Ас құтты болсын. Ардақты ағайын, қымбатты бауырлар, бүгін тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесі қарсаңында Қазақтан жақсы сөз бар ғой, қос тойын қабат болсын деп. Мынау ата-баба аруақтарға арнап, інілерімізді ұйымдастырып ас беріп жатқан ас қабыл болсын. Мынау бабалар рухы, бүгінгі алыс жақыннан келген ағайындарды қолдап, қорғап, желеп жүрсін. Соған біз тілектеспіз. Енді осы әңгіменің шыққаны біраздан болды. Осы Алматыдан жаңағыдан хабарласып маған. Осылай бір бабаның басы табылды деп. Қалай дегенде де сыйынатын әруақ. Ол қайда жатқанда да бабалардың рухының бәріміз тағзым етеміз. Сондықтан сол әруақтар желеп жүрсін. Енді жаңа мынау бүгінгі жиындасқан азамат айтып жатыр. Өзі Төртқара деген бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірін жайлаған ұрумыз. Қазір бір ұруға жүзге бөлу емес, мәселе бірақ кімнің қайдан шыққан тегін, ата-бабасы кім болған ұрпақтардың білгенін дұрыс деп есептейміз. Одан елді бөлген емес, қайдан шыққан, қалай болған ұрпақтар біліп жүрсе, ол үлкен нәрсе. Сондықтан қазір ақындарымыз жазып жүр. Төртқара деген туындер, таңғайыр даналарымен, мақтанып өткен ұрпағы, айтулы бабаларымен деп. Сондықтан шынында да мақтанатын бабаларымыз көп. Төртқараның тектісі, әр сөзі болған тәрбие, Төртқараның тектісі әйтеке бабама өле деп тағдайтып қояды. 40 жыл бойы қан болған, Самарқанды салдырған, Жалаңтөс батыр баһадүр, Алаштың бағын жандырған. Тек қана қазақтың емес. Сондықтан бізден осындай бабалардың шыққан Жалаңтөс шынында да қазақтың емес, бүкіл Алаштың, алты Алаштың басын біріктірем деп, бүкіл ғұмырын соған арнаған қазақ деген ұлттың жер көктен жойылып кетпеуіне Жалаңтөс батыр бабамыздың атқарған жұмысы ұшан теңіз
Осы ертең 27 декабрь күні Әйтеке би кентінде Қаламтөс Бахадырдың алып ескерткіші ашылайын деп жатыр. Облыс әкімінің қолдауымен мен өздеріңіз білесіздер, зейнетке шыққаннан кейін Республикалық Жалаңтөс Бахадыр қорының президентімін. Сол қордың атынан ұсыныс салып, Әйтеке би кентінде өзі де жарасып тұр. Аудан орталық Әйтеке би кенті деп мен сол ауданда әкім болғаннан бергізгенмін, білетін шығарсыздар. Енді Жалаңтөстің атқа мінген алып ескерткіші орнатылып жатыр. Ашылуы 27 күні болайын деп отыр. Облыс әкімінің қатысуымен. Бұл нені білседі? Бұл біздің тәуелсіздіктің арқасында бабаларымызды қайта жаңғыртып, Жалаңтөс батыр бабамыз тіпті өзбек болып кете жаздаған. Тәуелсіздіктің арқасында туған жылын, өлген жылын анықтап жатырмыз. Сол сияқты Әйтеке би бабамыздың да басына мавзолей салынды. Өздеріңіз білетін шығар, хабарларыңыз бар шығар. Сол жұмыстың басқасында жүргенбіз. Осы уақытқа дейін Әйтеке биді Төле биден, Қазыбек биден кіші деп айтып жазып жүр Қазақстан тарихында. Оны дәлелдеп, жаңа мына Тоқпан бабамыз жатқан жерде Әйтеке би бабамыз жерленген екен. Соның бас сүйегін қазып алудың басқасында болған адаммын. Соны Герасим атындағы лабораторияға жіберіп, нағыз Әйтекенің бас сүйегін 56 жасында қайтыс болған, 1644 жылы туып, 1700 жылда дәлелденіп, қазір басына үлкен кешен салынды. Иса қазақтың бәрі үлес қосып. Енді Шобан бабамызға келсек, шынында да Сейітқұл Шобан тоғамыз бір туады. Міне сол Сейітқұл Жалаңтөстің биыл туғанына 445 жыл болатын болса, біздің Шобан бабамызға менің есебім бойынша 500 жылға жуық. Сол 5 ғасыр бұрын өмір сүрген деп есептейміз. Сондықтан енді сол Шобан бабамыздың рухын қастерлеуге байланысты біраз жұмыстар жасалды. Ақтөбелік ағайындар Аралтоғай деген жерде Шобанның 3 бұтағының біреуі 100% әтембеттер тұрады. Сол әтембеттер ас беріп, бізді де шақырды. Мен Аралда жүріп бара алмай қалдым, біраз делегация жібердік. Енді Майлыбас деген киелі жер бар. Сол жерде мен туғанмын, інілеріме айтып жүріп, ақыр ағайындардың басы қосыласын бір ұсыныс айтқым келеді. Сол Майлыбаста Суыншы мен Бөген түгел бар, шамалы әтембетте бар. Сондықтан 3 Шобанның басы қосылған киелі жер. Бәріміздің бабаларымыз сол Майлыбаста жатыр. Сол Майлыбастағы анау бір қожа ағайындар Бақты мағзамға үлкен мұнара салып қойды, білетін шығарсыздар. Соның бер жағында Ұлы жолдың ойындағы үлкен төбеге 3 Шобан деген үлкен бір кесене салып, мұнара салып, 3 жұлдызды, 3 күмбезді. Сөйтіп сол әлгі мұнараның күмбездің астына 3 Шобанның кесіресін жазсақ дейміз. Оған көп үлкен қаржы кетпейді, тек халықтың ауызбірлігі керек. Сонда біздің шөберелеріміз, ұрпақтардың бәрі Ұлы жолдың бойынан өткен кезде Шобандар қайда шыққан? Жаңағы айтқан Тоқпаннан бастап, әлгі Төртқарадан, Қарамашаттан бастап, одан Тоқпаннан енді мінекей Шобан туған деп көрсетіп қойсақ, 3 Шобанның әлгі тармағын сонда тоқтап халық, ұрпақтары бар, Құран бағыштап, тәует етін жерге айналады деп ойлаймын. Осыны барларыңыздың қолдауларыңызды сұраймын. Бүгінгі асты ұйымдастырып отқан біздің інілеріміз ол жұмысты, мынандай асты ұйымдастыруда оңай емес, ол жұмысты әрмен қарай апаруына қолдарынан келеді ғой деп мен ойлаймын. Біз сияқты ағалары оған 100% қосылып, қолдап, қорғап, демеп, мүмкіндік болса ақыл кеңесімізді айтып, сол жұмыстың басында жүруге дайынбыз. Сонда Ұлы жолдың, мынау Самара, Шымкент Ұлы жолдың бойында бір үлкен Ақтөбені өзім бейілдеп жүрмін, жолдан да ғашығымыз. Соның басына бер жағынан Қосшаралыға салып қойды, Қазалсақ қосылысында білетін шығарсыздар. Енді оған ұқсамай ма, архитектурасын қарауымыз керек. Жаңа Мақты мағжанның қасында, Майлыбастың қасында бірлаты жерде үлкен төбенің басына 3 күмбезді, 3 Шобанның үлкен мұнарасы салуымыз керек деп ойлаймын. Бәрілеріңізді осыған шақырам, шүкір ұрпақтарымыз өсіп келатыр. Азды көпті әлгі бизнесмендеріміз бар Шобандардың ішінде. Білемін, мен хабарым бар. Сол азаматтар басы қасында жүрсе, наоборот кәсіптен береке табады. Әруаққа жасаған нәрсе бірнеше сәт қайтады. Сондықтан өзі қазақта сөз бар ғой, ақшыңқар деген құс бар, тапқанын шашып жейді деген. Қарға деген құс бар, тапқанын басып жейді деген. Сондықтан шашып жейтін інілеріміз көп болсын, әруақ жар болсын.
үш жобаның бірлігі мол болсын, амандық абырой болсын. Келе жатқан жаңа жыл әрбір жобаның отының басына береке, бірлік, амандық, абырой, қуаныш, той әкеліп келсін. Рахмет баршаларыңызға. Ассалаумағалейкум, құрметті азамат, туыстар, бауырлар. Мен осыдан 12 жыл бұрын жаңағы көрсетіп әдемі аталыға біз Аралтоғайда Қарақалпақтың ас бергенбіз. 10 жыл өтіп мінекей осы жерге кездесіп отырмыз. Енді мен қуаныштымын осы бауырлармен кездесіп осындай кейін ресторанда ас беріп жатырмыз. Бәріңізге көргеніме қуаныштымын. Сол ас бергенде ұйымдастырушылардың бірі болып едім. Ал енді қуанып отырып, бүгін осындай асымыз бірігіп, үш жобан бірігіп. Бұл кезде 12-ші жылы жан-жақтан келді, әрді жерден жобандар келді, бірікті. Мына Арал өңірден, осы Қызылорданың өңірден адам ас болып еді. Мінекей енді көріп кездесіп, солармен бәрі бөлісіп қуанышты отқанымен қуаныштымын. Мен өзімді таныстырып өтейін. Мен фамилиям Баймағамбетов, атым Иманғали Ибраимұлы. Ақтөбе жобамын. Ал енді мынау көп ата жолыменен сөз беріп жатқандарына көп рахмет. Менімен бірге Ақтөбеден екі ағам келу керек еді. Ауырып сырқаттанып келе алмай қалды, билет алып тұрып. Билетін қайда тапсырдық. Ал енді мына қуаныштымын бауырларым ортасында келіп отырғанымызға. Сосын жөнді біз енді жалғыз шобан емес, Ақтөбе облысында үлкен мешіт көтеріп жатырмыз, басын көтеріп жатырмыз. Қарамашақ бабамызға атында. Төртқара Қарамашақ бабамыздың атында үлкен мешіт көтеріп жатырмыз. Сол қоғамдық қордың мен директоры болып есептелемін. Ал енді кешеде отырған жерде қонақ астында біраз айтылды, бәрімізге құлақтана беріңіздер. Енді сол мешітте үлкен жағы демеушілеріміз де бар. Қазір мешіттің жағдайы 200 миллионның соның игерді. Мешіттің төбесін көтеріп, тек жабу қалды. Онда бұйырса осы күн жылғаннан кейін апрель айында келіп төбесін жабамыз. Сосын басқа жұмыстары бар енді жеткізілді. Үлкен мешіт. Ақтөбе бұйырса, Ақтөбе облысында ең үлкен мешіттердің біреуі болайын деп тұр. Көлемі жағынан да, биіктігі жағынан да, тұрған жерінде бір керемет жерден алдық. Соны салып жатырмыз. Енді сосын қаражат жинау бәрі халықтың қаражатынан салынып жатыр. Бір жағын кәсіпкерлері бар, 50 миллионнан берген кәсіпкер бар, 12 миллион берген кәсіпкерлер бар. Қазір осы таңында 200 миллиондай жұмсап, соны игеріп отырмыз. Енді сосын бәрі сосын қалғаным сол 50 миллионын сатса, кәсіпкерлер 60-70 миллиондай кәсіпкерлер қалған 100 миллионын халықтан ақшасына салынып жатыр, қаражатына. Бізде жұма сайын жаңағы акция жарияладық, соған мүмкіндіктерінше кім 1000 теңге береді, кім 200, бір қарындастарымыз бар, мысалға 10 шақты қарындасымыз. Күніге 100 теңгеден салып жатқандар бар, күніге. Соған ниет етіп соны салып жатқан адамдар бар. Менің бір ұсынысым бар, кешеде айттым. Біздің енді осы жаңағы ондай салып жатқан адамдар болғанмен, оның ішінде ағайындар, біздің шобан ағайындарымызды аздау болып тұр еді. Қасы имандап тұр. Соны жаңағы қор құрамыз деп отырмыз. Бір өзіміз аталық атымыздан бір қомақты қаржы салуға көмектесейік. Мен үшін салмаңыздар. Бәріміз тек Алланың разылығы үшін садақа жасап кетіңіздер. Соны мен сіздерден сұрайтын. Жаңа ереген дастарханның батасын ашып бергеннен кейін қайта шықпай қояйын деп бір інісіне жол беріп отыр. Бұл азамат Шымкент облысының Жетісай ауданындағы Абай ауылындағы орталық мешіттің бас имамы Нұриддин Тақсыр. Сөз Нұриддин інімізге беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, ағайын туыстар, бауырлар, әпкелер, апалар, әжелер. Мына бүгін өте құлпырып, үлкен қуанышта келіп отырмыз. Жетісай ауданынан естігеннен кейін сол өте жақсы болды. Мына ағайындармен, көрмеген ағайындармен танысып, біздердің әкелеріміз сол Аралдан, Қазалдан, Тәжікстанға, Бұхара мен Тәжікстанға барып қалған. Біздер суыншымыз, суыншында
шобаның ішінде соңшының сол айт қожасынан. Мына үлкен бір жақсы береке жиын болып жатыр. Бұнда жиынды көптен бері күткен едік. Өте жақсы болды. Мына ұйымдастырып шу ағаларымызға, бауырларымызға үлкен рахмет, Алла разы болсын. Осында жиын ең болмаса жылында бір рет өтсе деп өтініш өзім айтып жатырмын. Кәні жиналсақ, қай жерде жаңа шоғанда көп болса сөйді жиналып, бас қосып, мәселелерді айтып, осындай танысып жүрген жақсы. Мың қосшыға бір басшы дегенде өзіміздің шоғандардан осының есіне бір жаңа президент болып, соған неғылып, әр өңірде жаңа неде сол аталармен президент сайлап соларға тапсырма беріп, мына ағамыз айтып жатыр, Ақтөбеден келіп, осындай нелер айтып жатыр, бағана айттық, осы таңертең тұр неғылғаннан кейін. Осы бірінші мешітті құттықтау керек, мешіт Алланың үйі өте жақсы. Екіншіден, мына бір қор ғой, ағамды айтып берді, қор өзіміз бір кісі дайындап қор болса, енді жетім жесірде бар, жеткіліксіз болмайды. Біреулер қиналып жатқан нелеріміз бар, ағайын туысқандар, балалары үйлендіре алмай, баспанасы жоқ, сол қордан жәрдем берсін деп, сол қорды не қылса деп не қылса көремін. Үшіншіден кейін осы жаңа ендігі жыл осы жерде айтып кетсе, хабар берсек, қазір телефон жақсы, ешқандай уайымдамас. Қазір Құдайға шүкір тоқшылық, баршылық заман. Мына ендігі жыл жиналғанға және осындай атағанымызды беріп жиналсақ, сонда айтып кетсек осы жердегі ақсақалдар. Не дейміз? Мына өте қуаныштымыз. Мына беріп отырған атамызға арнап асымыз Алла қабыл қылсын. Еліміз аман тыныш болсын. Мына елімізді, халқымызды мына аурудан, сырқаттан, індеттен Алла өз пәрінде сақтасын өзі. Осы індеттен Алла құтқарсын. Бәріміздің осы жерде жиналып отырған үйшімізге, бала-шағамызға Алла аманшылық, тыныштық берсін. Мына елімізді имандылық күшейе берсін. Намаз оқып, балаларымыз медресе оқып, медреселер көбейіп, имандығымыз арта берсін. Дінімізді, тілімізді жоғалтпасақ, иншалла жаман болмаймыз. Біреу айтқан екен, бір ұлтты құрту үшін оның діні мен тілін құрту керек. Сонда ол өз-өзінен жоғалып кетеді деген. Сондықтан мына дініміз күшейе берсін, дін исламға Алла қуат берсін. Осы барлық қазақ халқымызға, және де соның ішінде мына төрт қара шоғандарымызға, ағайындарымызға Алла ауыз біршілік берсін, ынтымақ берсін. Ниеттеріміз қабыл болсын барлығымызға. Алла осындай күндерден айырмасын. Амин. Мынау енді үлкендер, рахмет сіздерге. Қазақ орамал тон болмайды, жол болады деген. Қазақ қаз тойғанына семірмейді, қиғанына семіреді деген. Мынау інілеріміздің, келіндеріміздің сіздерге сол құрметін қабыл алыңыздар. Ассалаумағалейкум, қадірменді шоған ата ұрпақтары. Жайып тастап алдыма жыртақтана, отырмын кеуделерге гүл таққалы. Шобандарға кетейін өлең арнап, рас болса анамның ұл тапқаны. Шобандар батыр кеуде, асқыр жүрек, ұмытылмас ұлылардың ұрпақтары. Осында мына мені тыңдап отқан, мың жасасын Шобан атаның ұрпақтары. Орындайтын шығармам Қарасақал Ерімбеттің айтамын сөздің төтесін. Айтамын сөздің төтесін, мақұлдап қалғын көрерсің. Дүниеге дауа жоқ, Құдайым жаман қылсау жетесің. Топқа түссең танисың, жетесіздің нешесін. Жаманның ісі құрысын, тілінің бәрін текесін. Телегей теңіз дариядан қайық мінсең көтересің. Жолдас болсаң жақсымен мәртебеге жетесің. Шерік болсаң жаманмен бармағыңды әр жерде тістейді-ау тістей кетерсің. Білген адам сөйлейді-ау қыздырып сөздің шекесін. Қайран қазақ қайтейін аяққа басып қорғылдау. Ислам діні орнаған Мәдинау менен Меккесін.
Қаздауызды қазыбек дейсін төле, әйтеге зеттау елдің түресін. Сол секілді ау ерлерге тым ажал келіп тосыннан шіріктей жерге денесін. Байтақтау өскен көп қазақ таршылығы жерге көтерісін. Қызыл тілім қимылда қаумалап келген көпшілік баланай ойын демесін. Кішің болсау орасаң он жігіттай жеңерсің, білімің болсау арасаң мың жігіттау жеңесің. Алланың шашқан ырсығын еңбектеніп терерсің, қорегің үшін жер жыртып арпа бидай егерсің. Ажал тағдыр келгенде жазғаныңды маңдайға ертеме кешпей, о көрерсің. Сәуірдің қара бұлыты жауарында торлаған, дүниені қылмайдау қиямет күндер ойлаған. Нешеде дүркін бай өтті, малыдау жерге сыймаған. Жан күшігі жолай нұржандар, Самарқан қоқан бұғарғы, санамай малдау айдаған. 10 мыңға толды қаразу, итбастан барма қойыладан. Басы қара әйтеке өлгенше билі қоймаған. Кәрәмәт десең тосындай, ақсарбас алты қыз шаңырағында ойнаған. Бұрқан десең дәулеттай өткізді отау дариядан. Өтебас биден кім өтті, шамшырағы жайнаған. Сақып десең бек мырза 12 қарыз мысқаған, күніде түні қайнаған. Батыр десең жанғожау, қаруланған солдаттай көгендеп қойдай айнаған. Дуалы елдеп шектің ай кезі бір жарқын айналаң, ей айналаң. Құр емес дейді-ау үмбет би, 62 айладан. Қасарма десең қасанға қанғарадай таймаған. Жерік десең бәймендай бұғалық салып кермелеп, қашаған құсап қоймаған. Дәрмен қол бота жетеспей дау бітпеген әлемден бұрқырап солар барлаған. 7 бастан күмізді 6000 жылға айдаған. Байекені болысқып сол сейдау сайлаған. Келететте қисықты құлбарақ едау байлаған. Болыстықты алам деп сырлыбай ұлын нұрқожы алпыс атам жүгімен орынборға айдаған. Ақбес асау жүзігіз өткізімеді ай ойнадан. Дүнияу шіркін алдамшау соларда өттау дүниядан, ей дүниядан. Дүнияу шіркін алдамшау соларда өттау дүниядан, ей дүниядан. Нұрбегінімізге рахмет айтамыз сіздердің аттарыңыздан. Сөздер бар-ау, өзі қазақта жақсы сөз жанды жылытады деген әңгіме бар. Сөздер бар-ау, құлақ естіп қаныққан. Сөздер бар-ау, ести жалыққан. Сөздер бар-ау, қолтығынан демейтін, кездерінде мұңға батып қамыққан дейді. Сөз қашанда жан жарасын емдеп жазады. Қазақ қашанда қонағын құдайындай сыйлаған халық. Содан да болар Қадыр Мырзалиев ағамыз кезінде қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе бір шабылып қалады. Қарада тұр, кетерде болсағанда ат мінгізіп жібек шапан жабады деп бекер айтпаған. Бүгінгі асқа Шобан атамыздың ұрпақтарымыз деп Алматы мен Ақтөбенің арасынан қонақтар келіп отыр. Осы аймақтағы бауырларына игі ниет тілегін айту үшін Ақтөбе облысындағы жаңа сіздерге айтылған шобандардың ең көп топтасқан шоғырланған мекені Аралтоғайдан келген Жұмахан азаматқа, Алматыдан келген Жәнәуіт інімізге, Тараздан келген Едіге інімізге, Қызылордадан келген Серік сынды азаматтарға сөз беріледі, ортаға шақырылады. Енді бағана басталған кезде де айтып кетті, осы Шобан ата туралы 18 жылдан бері біраз көтеріліп жатыр әңгімелер. Біреулермен енді сол жері ма, сол жер емес па деген сондай әңгімелер бар енді. Именно Шобан атаның жатқан жері, жаңағы сол төрт құлақ салған жері.
соны әр жерден тарихтан қараймын, неден қарап, мысалы сол жаңа қорымның бейіттің аумағы салынған, жаңа саздан салынған, соны суретке түсіріп алып кеттік қой өткенде. Соны кейін тарихтан қарап, тарихта Сейітқұлдың қорымы деген не бар. Соны суретін көрдім да, сондағы жаңа біздің Шобан атаның бейітіменен жаңа кіре берісі діңгегі тұр да, онда да сондай. Соны қарап, енді соған бір өзімде енді қасымдағы жігіттермен де соны бір сенгендей болдық та, сосын сол күні ең бірінші барған күні қайтып келе жатырмыз. Жаңа құдаларды енді айтқанымен бардық қой соғадарға. Қайтып келе жатсақ, жолда алдымызда бір ақ прада ұшып келатыр енді, ақ басының жігіт екен ар жағындағы. Соны тоқтап сөйлесіп, осы жаңа Телжан ағамыздың Талғат ініміз тоқтасып, жаңа құда бала таниды екен Қасымхан. Содан айтып жатырмыз, жаңа құда, мына Алматыдан келді, мына Төретамнан келіп жатыр, Шобан атаның бейіті бар дегесін деп. Ана бала бірден, ой, мына жердегі ма, мына жолдың бойында тұрған ба деп, енді бір адамы көндірген сияқты болды әңгімесінен. Енді ол екінші болды. Үшінші, енді мен Алматыда жүргесін, анаммен сөйлесесің, бір асқа барасың, тойға барасың деген сияқты да, бір досымның сондай бір несінде, жиналысында курстасымен бірге отырып, Ақбастың жігітіменен, ол да құрылысшы екен, бірге отырып қалды дастарханның басында. Сұрастырсақ, Ақбастыдан дейді, мен айтамын, біз Ақбастыға барып қаттық деймін. Неге ол жағып жүрсіңдер дейді ол жақта. Сондай сендерге қыз беріп құдалық болдық деп жақайындарға. Сол жақта жаңағы Шобан атаның бейіті бар дегесін, соны іздеп бардық дейміз ғой енді. Ана бала енді бір құдайдың жаңа жолып тұрғаны шығар. Мен сол жерде мектеп бітіргенше мал бақтық, қой бақтық, сол жерде біздің жолдың бойы деп айтып жатыр да жаңа бала. Қазір мына неден шыққаннан кейін, ас қой, осы шыққаннан кейін қазір біз үйге барамыз, сол үйде менің картасы бар сол жерде. Сендердің жаңағы сол жерде қорымның бәрінің аты бар, текке сол ана қорымның аты жоқ. Біз білеміз Шобан екенін, бірақ Шобан картада жазылмаған дейді да. Сол картаны үйіне барып маған берді да жаңағы бала. Енді ол үшінші адам. Сосын осы жерде енді әтембет туысқандарымыз бар, бәрі кешеден бері естіп жатырмын әңгімелерін. Сол жерде Шобан атаның бейіті бар, қоры бар дегенде ол баяғыдан бір үлкендеріміз бәрі айтып кеткен деп отыр ғой енді. Соның бәрін енді осы жерде осында мен енді біраз болды ғой ауыздан кеткеніме. Осындай Шобан бауырларымыздың менен кейінгі дейін енді біздің нәжімәттермен енді бір поколение ағамызбенен солардың аяқ астынан бірден әнеуіне барып жаңағы видео түсіріп жібергеннен кейін айта салдық та енді бұлай. Онда бір кішігірім Құран оқып жүрсіңдер деп та. Сол әңгіменің аяғы бүгін мынандай болып отырып көріп отырсыздар енді қанша халық жиналып, осындай дәрежеге келіп отырмыз енді. Сондықтан осы жердегі Төретамдағы бауырларыма, ол әтембет болсын, Суылшы болсын, Бөпен болсын, үлкен алғысымды білдіргім келеді да. Сосын екінші тағы бір енді ол бәріміздің енді жаңа Нәжімәден ағамыз бастап кетті ғой. Ол әңгімені біз енді Нәжімәден ағамызбен ойласқан жоқпыз, бірақ өзіміздің ойымызда жүрген бір 3-4 жылдан бері. Келген сайын бір жерге барып кетеміз сол Майлыбастың қасына да. Сол Нәжімәден ағамызды қостап, сол жерде негізінде бір план бар, сондай жақсы бір енді. Сол жерде Майлыбастағы қауымдарға да шамалы кішігірім жұмыс туралы көмек болады деген сияқты андай бұл. Енді оны бір ала біледі, бәрімізге өмір берсін отырған осы жердегі бәрімізге. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой жаңа тәуелсіздік күні деп, бәрілеріңізге де осындай күніміз құтты болсын. Отбасыларыңызға амандық тілеймін, денелеріңізге саулық тілеймін. Осындай ұйымшылдығымыздан таймайық. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Шобан атамыздың ұрпақтары, Шобан атамыздан тараған Әтембет, Бөпен, Суылшы аталарымыздың ұрпақтары осы жерде жиналып отырған. Баршаңызға мынау Шобан атамыздың атына беріп жатқан асымыз қабыл болсын. Өзімізді таныстырып кетейін, мен мынау Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы
Аралтоғай ауылдан келіп отырмын. Сол ауылдан шығарда көптеген ағаларымыз, апаларымыз бізге дұғай сәлем айтып барыңыздар деп үлкен бір аманат тапсырғандар. Соны айта кетейін. Бізде мынау Ақтөбеде сот саласында көп жыл қызмет істеген Скендір деген ағамыз бар. Сәлем айтып жатыр. Бүгілсай, Қырымтау ауданы Бүгілсай совхозында Шәкиев Серікбай деген ағамыз бар. Жас 87-те. Сол кісі сәлем айтып жатыр. Зоя Никитай қызы деген апамыз бар. Шоған десе ішкен асын жерге қоятын. Сол апамыз дұғай сәлем айтып жатыр. Зейнолла Қажы ағамыз сәлем айтып жатыр. Сосын өздеріңіз білесіздер, мынау парламенттің мәжілісіне жоғары депутаттықта отырған мынау Ердалин Аманғали деген біздің ініміз бар. Ол кісі де сәлем айтып жатыр міне. Сосын көптеген біздің бауырларымыз, інілеріміз осы елге барғанда сәлемді айта барыңдар деп соны аманат еткен, соны айтып жатырмын. Сосын өзіммен бірге келген менің есімім Жұмахан болады. 1962 жылы туылғанмын сол Аралтоғайдың топырағында. Қазір Ақтөбе қаласында тұрамын. Өзіммен бірге еріп келген осы жерде Қыдырбек деген міне бауырым бар. Қыдырбек қолыңды көтеріп қой, халыққа қарап. Аралтоғай ауылында тұрады. Жеке кәсіпкерлік қызметі бар. Көптеген Шолан әулетінің іс-шараларында бел салысып өте жақсы қызмет жасап жүрген азаматтардың бірі. Екінші бауырым Нұрбол деген бауырым орнынан тұрып қойып, Қырымтау қаласында тұрады. Жаңа айтып жатырмыз ғой, мынау Шоланнан Әтембет Бөпем суыншы деп. Біз Әтембеттен тарағанда, оның бер жағында Ботан деген атамыздың ұрпақтарының группаның адмені. Осы күз айында Ботан атамызға арнап көптеген өте үлкен бір садақа берілді. Соны ұйымдастырған осы Нұрбол бауырым. Одан кейін келіп отырған Абзал деген бауырым бар. Орнынан тұрып көрініп қой Абзал. Абзал Аралтоғай ауылында тұрады. Жеке мал шаруашылық кәсіпкерлігімен айналысады. Осы ауылдағы бүкіл игілікті істер шараларға араласып атсалысып жүрген азаматтар. Ал енді мынау кешеден бері осы келгенде күтіп алған мына Талғат ағам бар. Осы жерде мынау ас берген ағаларымыз бар, жеңгелеріміз бар, жәрдемдеп қонақ ас берген. Бұл кісілерге үлкен рахмет айтқым келеді. Әрине, ақшаны беріп жинау өте оңай, бірақ оны үйлестіру өте қиын шаруа. Сондықтан да осы ағаларымызға, осы жерде жүрген жеңгелерімізге, апаларымызға, келіндерімізге қызмет етіп жатқан көптен көп рахмет айтамын. Алла тағала осы бірлігімізде жазбасын. Әрдайымда бірі болайық, ірі болайық, тірі болайық. Әрдайымда отбасыларға береке, бірлік бақ орнасын. Мынау келе жатқан жаңа мерекелеріміз құтты болсын. Ас қабыл болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу-алейкум ағайындар, бір туғандар, тумалар. Менің есімім Ахметолла, әкем есімі Қалмақбай. Өзім босым Айлыбашта туып өскенмін. Әкемнің жұмысына байланысты біздер көшіп қонып отырып, қайда барса сонда жүргенбіз. Қазалға бардық, Ойдуда, одан Қазалға бардық, Қазалдан Қызылордаға кеттік. Қызылорданың өзіне барғаныма да 47-48 жыл болыпты менің. Елден кетіп, ағайыннан кетіп шетте жүргенімізге. Бірақ дегенмен де ағайынды, бауырды, туысқандарды іздеп жүреміз ғой. Елсіңдеп, руымызды, әкеміздің атын, атамыздың атын білгенге де жетсін. Хабар келді осындай Шобанның балалары жиналып, осында ас берейін деп жатыр. Басына барып қайтып, басын қарайтып деген біраз әңгімені естіп жатыр. Рахмет, соған ат салып жүрген жігіттерге, ақсақалдарға, бауырларыма бәріне рахмет. Осы істі басқарып жатқан, бүгін қызмет жасап жатқан жігіттерге, бауырларыма рахмет. Алла барлықтарыңызға ұзақ өмір, зор денсаулық берсін. Елімізде тыныштық болсын, халқымызда аманшылық болсын. Мен қуаныштымын, бүгін осы аста келіп қатысып отырғаныма, маған хабар тигеніне. Көшіміз түзу болсын ағайын. Ауыз біршілікте болайық.
Көп сөйлеп еш нәрседен бас тартпай ақ қояйын. Ас қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, асқа жеңген ағайын туыстар. Менің есімім Серік. Майлыбастың тумасымын, Еше деген азаматтың баласымын. Қазір Қызылордада тұрып жатырмын. Мына бүгінгі беріп жатқан астарыңыз қабыл болсын. Кеше ағайын туыс жігіттер інілеріміз хабарласып, мен үлкен мәртебе қуанып қалдым. Қайта хабарласып келгенше кеше кім келді деп Ақтөбеден, Жетісайдан, жан-жақтан келіп жатыр деп хабарласып тұрдым. Бүгін міне сізді өздеріңізбенен дидарласып, атамыздың асына келіп жатырмыз. Мынау енді бүгінгі істеп жатқан істеріңіз оң болсын, әрқашан жолын таба берсін дейміз. Ауыз біршілікте болайық, ағайындар қайда жүрсе аманшылық болсын. Жаңа үлкен іс деп жатыр, хабарсыз қалмайық, хабарласып тұрыңыздар, әрқашанда қолдауға дайынбыз. Оттарыңыз басы аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Осындай ағайын туыстарың әрқашанда бір-бірімізді осындай жиында кездесіп, той-томалақта кездесу керек. Отбасыларыңызға аман, дендеріңізге саулық, аспандарымыз ашық болып, қай жақта жүрсек те ағайын туыс бірлігіміз жараса берсін, отбасымыз аман болсын. Осы ісіміз әрі қарай жалғасын тапсын деп, дастарханымыз берекелі болып, жақсы күндерде кездесу керек. Алла соған нәсіп етсін. Жақсы, қуаныштарың. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туыс бауырларым. Менің есімім Едіге Мешітбайұлы. Мен Таразда тұрамын, Көпеншіұлы. Мен айтатын, бізге хабар келді. Осы ас беріледі, үлкен ас беріледі бабамызға деп. Сол жақтың тумаларым, ағайындарым шоғанда бәрі естіп, мына істеп жатқан ұйымдастырып жатқан осы жердің бауырларымызға бәрі ырза болып алғысын айтып отыр. Мына үлкен ас бабамызға беріп жатқан келешек ұрпаққа үлгілі болып жалғаса берсін әрі қарай. Сіздерге мына Төретам кентінде тұрған бауырларымыз, мына апа қарындастарымыз, келіндеріміз, әжелерімізге, ағаларымызға көп рахмет. Мына бабамыздың жатқан жері жайлы болсын, топырақ, торқа болсын. Алла Тағала мына бәріміз осындай жақсы күнде асықта кездестіріп, бір-бірімізбен таныстырып отқаны үлкен рахмет ағайындарға. Не деймін енді бұл? Келе жатқан жаңа жыл бәрімізге құтты болсын. Келесі жыл мына індетсіз жыл болсын. Тағы да айта кетейін, мына жаңа Нұрмәдина ағам сөйлегенде айтып кетті, мынау Шобан атамыздың басына билік қоямыз деп, Майлыбастан. Оны толық құптаймыз. Бәрекелді іске сәт. Ағалар тұра тұрыңыздар, анау келіндеріміз келіп жатыр. Келіндеріміздің, інілеріміздің көңілінде иықтарыңызға шапан жаппақшы. Кім қайда? Жалған. Ақ көңілі секілді әппақ жаулық, апалар сізге тіледік есен саулық. Әз әжемнің көзіндей едіңіздер, жүргізсе екен Тәңірім аман сау демекші. Осы асқа жиналған барлық аналардың атынан сөз сөйлеу үшін микрофон Төретам аймағынан қатысып отырған Бекзада, Рабиға, Кеніш апаларға беріледі. Бауырларыма, мынау жан-жақтағы ағайын туыстарыма рахметімді айтайын. Мынандай ғанибет жұмыс жасап жатқандарыңа көп рахмет. Құдай сендерге де ұрпақтарың осындай әрдайым естеріне алып, ойларына алып, сендер ұзатынандай әрдайым ғанибет дастархандарын жая берсін. Жаным, көп
жан-жағым, сендер аман болыңдар, сендердің дендерің сау болсын. Ауырғандар мына бәле-желеден аман болыңдар, қауіп-қатерден аман болыңдар, жан-жақтарың аман болсын, дендерің сау болсын. Ата-баба әруаққа мынау істеп жатқан астарын кие берсін, қабыл етсін, әруақтар қабыл етсін, әрдайым сендерге жар болсын, жаным. Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті бауырларым, төркіндерім, айналайын. Енді мені көбің танымайтын шығарсыңдар, жассыңдар ғой. Бірақ сонда да менің бауырларымның тұқымдарысыңдар бәріңдер. Құдай тағала мына кең пиғалдарыңа берсін, Алла. Мына Шобан атамды еске алып, басқасында бәрін бағанадан бәрі айтылып жатыр. Алла істеген садақаларың қабыл болсын. Қандай пәлекет нәрсе келем десе бастарынан аулақ болсын. Сол ата-баба бағанадан бері айтылып жатқан ата-баба қорғасын, қолдасын. Айналайын, бақытты болыңдар. Құда жолдың қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын. Алладан тілеген тілектеріңді Алла қабыл қылсын. Я Құдайым оңдасын, Мұхаммед Рәсул қолдасын, төрт жадияр қорғасын, бақыт қонып отбасыңа ырыс-дәулет орнасын. Бақытты қылып бала берсін бәріңе, ақылы көп дана берсін. Ол даналық аз болса ырыс-дәулет жана берсін. Жандарым айналайын, көгергендер, көктеңдер, бақытты болыңдар. Алладан не тілегендерің қабыл болып, ырыс-дәулет, бақыт, ауыз-бұзық береке, денсаулықтарын бер. Көп жасап өмірлі болыңдар, өмір бақи қоғылдар болыңдар. Әуелі Алла қолдасын, ешімәді қолдасын, қай берем қаршылтен бастарыңа орнасын. Бастарыңда бақ болсын, астарыңда тақ болсын, отбастарыңда береке бірлік болсын. Денсаулық, ұзақ өмір, бақыт, дәулет, ауыз бірлік, өмірлік, шүбірлік, жан-жақтарға мейірімді болыңдар. Апалар, сіздерге үлкен рахмет, жақсы сөздеріңіз үшін, көңілдеріңіз үшін. Қазір сіздерге арнап, бүкіл әйел қауымына, аналарға арнап ән шырқалады. Нұрбек, інілеріміз, балаларымыз. Сырда туған ананың биік тұғыры, анадан туған бар адам. Пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған, сондықтан да борыштар елдегі үлкен адам дейді. Бір елді басқарған патша болсын, бір елді басқарған әкім болсын, барлығымыз келгенде аналарға борыштармыз. Сондықтан да орындайтын әнім Шынберген Сейметтің әні «Анаңды сүйсең, менше сүй». Береке белдігім, өнеге өрлігім, өзіңмен ғана белгілі, кеудеңе сыйғандай даланың дархан кеңдігін. Көңіл ай күлгіптен биелді жан кеткен, түн
Ақша берсе садақаға беріп маған берген жоқ. Иә, маған берген жоқ ақ балам. Әуелде әркім үшін, адамға деген құрметім үшін үлкен рахмет, ортасынан бір өкіл шығып, неге рахметін айтып жатыр. Біз енді асқа жиналып отырмыз, бұл бір имандылық жолы, сондықтан бұл жерде имандылыққа сәйкесте бір әңгімелерді ести кеткеніміз бөтен болмас деп, микрофонды Нұриддин Тақсырға бергелі отырмыз. Қатысушылардың құлағында қалсын. Bir dini taqiribda qisqacha g'ana bir әңгіме aytib bersin deb. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad va alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Mana hurmatli bolalar, og'aylar bo'lsa, mana ichida bog' turadi sizlarga bir qissa aytib beraylik. Ilgarida bir parça başka yerden düşmanların onların bağıran inlerin soğusuna jiberildi parça. Şimdi parçaga haber geldi soğustan. Parçayı alan sizin soğusta ülken balanız kayıtsız oldu, şahit oldu. Sonda parça amin deyip koya saldı. Allah bilir. Birazdan so'ng jana qabarishib kelib, "Ey podshoh alam, so'g'isda ikkinchi balamiz qaytib bo'ldi" deb. Sonda podshoh amin deb qo'ya soldi. Joy jannatdan bo'lsin deb. Сөйтіп birazdan so'ng uchinchi rет xabar keladi. "Ey podshoh alam, so'g'isda sizning inangiz qaytib bo'ldi" deb. Inangiz. Sonda podshoh ko'zidan yosh chiqarib yig'lab yubordi. Sonda жаңағы qabarchi, "Ey podshoh alam, kechirasiz. Men sizdan ikki balangizni aytib xabar aytganda amin deb qo'ya soldingiz. Mana anamizni aytganda ko'zingizdan yosh ketdi, yig'lab yubordingiz. Buning nega sababi bor deganda, ey debdi. Endi ma'an bağır top belirtin anam hakem yok. Bana olsa adı bildi. Yani dünyaya kendiren cüm Allah versin deyip söyleyiciler yok. Mine soğuktan hürmetlerime bağırlar. Mine olsa da кездесулер өте жақсы болды. Bağır men bu туысқанымыз бәріміз. Ендігі мына жаңа айтып кетті ғой. Ананы пайғамбарымыз 3 рет кімді сыйлайды дегенде анаңды деп 3-ші рет әкеңіз депті. Ана туралы да бір болған уақиғаны айтып берейін сізге. Араб елінде Йемен деген қаласында Вайсхат Қарани деген жігіт бар екен. Вайсхат Қарани жігіттің шешесі аяғы жақсы істемей, денсаулығы жоқ екен. Сол анасын арқалап Вайсхат Қарани қаланы аралатып сейілдеп келген. Күндерді Вайсхат Қарани шешесіне айтыпты, "Ey ana, mаған рұқсат берсеңіз, мен барып Мұхаммед пайғамбарымыздың қолынан сәлем алып, Мұхаммед пайғамбарымызды көріп келсем" деп. Бірақ сізге мен адам жалдап қоямын, сізге қарайтын, нан, шай, соғыздың бәрін қарайтын адам жалдап қоямын. Сонда шешесі айтыпты, "Тек қана бір шарт бермесе саған рұқсат беремін" депті.
Барып тіпті пайғамбарымыздың үйінен пайғамбарымызды көрсең көрдің, көрмесең басқа жақтан іздемесін деп сондай шарт қойыпты. Енді анасын іздеп үміт қылатын Уайсал Қарани мақұл деп көріпті, қуанды. Сөйтіп Уайсал Қарани жолға шығып, бір ай дегенде пайғамбарымыздың Меккеге зорға жетіп келеді, шаң тозаған жерлеріне. Сөйтіп пайғамбарымыздың үйін сұрап келіп, айтады пайғамбарымыз ана жерде дейді. Сөйтіп барады, пайғамбарымыздың үйін тапқан соң, пайғамбарымыздың үйінің есігін тақылдатып шақырады. Сөйтіп пайғамбарымыздың әйелі шыққаннан соң, пайғамбарымыз Расулуллахпен көруге келдім, қолынан сарылғанға келдім деп айтады. Сонда әйелі пайғамбарымызға айтады, пайғамбар Расулуллахпен тұрған мешітте қазір сөйледі дейді. Сөйтіп Уайсал Қараниның көзінен жас шықты. Не болды деді, пайғамбарымыз Расулуллах келсе менен сәлем айтыңыз, осындай кісі келіп кетті депті, үндемей қайтып кетеді. Біраздан соң пайғамбарымыз мешіттен намаз оқып келген соң, үйіне келген соң, пайғамбарымыз өзінің үйін тақылдатып, есігін тақылдатады. Сөйтіп әйелі шығады, Расулуллах, не болды сіз өзіңіздің үйіңіздің есігін тақылдатып отырыңыз дейді. Сонда мына жерден дейді, Уайсал Қарани деген кісі келді ма, соның иісі шығып тұр дейді. Иісі шығып тұр. Қайдан білдіңіз дейді. Алла Тағала маған аян берді дейді. Сонда айтады, Уайсал Қарани, пайғамбарымыз айтады, сахабаларға айтады, Уайсал Қарани мені бұл дүниеде, жалған дүниеде көре алмайды. Бірақ Уайсал Қарани ана дүниеде жәннатта менімен бірге болады дейді. Міне, құрметті жамағат, анасының бір сөзін жерге тастамай орындаған үшін, міне қандай жәннат қана. Соның үшін жәннат ата-ананың аяғының астына деп бекерге айтмаған. Ендігі мына беріп отырған асымыз шын жүрекпен, шын ниетпен Алланың ризашылығы үшін болу керек. Осы туралы Алланың разылығы үшін да сіздерге бір болған уақиғаны айтып берсем. Енді ілгеріде Куфа қаласында Абузар деген әулие кісі білген Абузар. Болды, мына енді уақыт егер не қылып жатыр, сарбат басқа кісіге сөз берейік. Ауыл бар ма, ақсақалсыз, ағасыз, тұлғасынан олардың үлгі өнеге аласыз. Ақсақалы төгіліп шыққан кезде алдыңнан өтіп кеткен бабалардың көзіме деп қаласыз. Үш елді мекен осы Төретам аймағын құрайды. Олар Байқоңыр қаласы, Төретам қыстағы және Ақайын ауылы. Осы үш мекенде де ардагерлер ұйымы бар. Сол ардагерлер ұйымын басқарып отырған азаматтар бар. Шоған бабамыздың ұрпақтарының жақсы ниетіне қолдау сөз айту үшін ортаға Төретам қыстағы ақсақалдар алқасының төрағасы Исмағұл аға, Байқоңыр қаласы ардагерлер алқасының төрағасы Табынбай аға, Ақай ауылы ардагерлер ұйымының төрағасы Жақсылық аға шақырылады. Және сонымен бірге Байқоңыр аймағындағы шоғандардың ақсақалдарының бірі және солардың арасынан шыққан ақын Бақтыбай аға шақырылады. Құрметті қалайық, мына қазақта сөз бар, атыңды атап сүйегіңді итке таста деген. Сол кезде атыңды аталғаннан кейін бәрі орындалады деген сөз шығар. Мына бүгінгі жасалып жатқан іс-шара Шоған аталығының, төрт қара Шоған аталығының беріп жатқан асы мына ұрпақтарына қабыл болсын. Осы ұрпақтар аман болғаннан кейін жасалып жатыр. Ұрпақтар аман болмаса жасалмайды. Сондықтан Алла ұрпақтарына жүріп берсін.
Мен өзім таныстырып кетсем, Ақтөбе ауылының тумасы, Ақай ауылының тұрғыны Жақсылық Қыпшақбайұлы деген азаматпын. Мынау атамыз қазақ айтады, төскейде малымыз, төсекте басымыз қосылған ағайынбыз. Құда жекжатпыз. Мен де төрт қара жалаңнан қыз алып отырмын. Сондықтан құда жекжат, кәдімгі қазақ сұраса келе қарын бөле шығады деген ағайынбыз бәріміз. Ол жаңағы Тәуке ханның 7 жарғысында айтады, 7 адамды білу міндет, ұруға бөлуге індет дейді. Ұруға бөлініп атқан жоқ, бұнда атақты іздеп атыр. Аталық өзінің жораларын жаса, сондықтан талаптарың оң болсын, ниеттерің қабыл болсын. Жаңа осы ұрпақ сабақтастығынан ескерсек, Тұрмағанбет Исчілеуов деген ақын айтқан екен. Өмірден, дүниеден өмір бітіп өтсек, өзім аралап жер бетінде қалар сөзім. Көрілмей кейінгіні кеттім ауды, арманда болмай-ақ қой екі көзімді. Міне, арманы жоқ әруақтардың. Мына көздері қалды. Соңынан көздері қалды, сондықтан мына құрбаны беріп атқан астарын қабыл болсын балдарым. Ниеттері оң болсын. Алла сендерге ұрпақтан ұрпақ жалғастығын іздеуге нәсіп етсін. Ұрпақ жалғастығын ұмытпай, балдар ниеттерін қабыл болсын. Осыны ұйымдастырып атқан, осында жүрген ақсақалдар, осында жүрген азаматтардың отбасында аман болсын. Осылардың ұйымдастыруымен, осылардың мұнай қолға алуымен жұмыс болып жатыр. Сондықтан жаңағы ана жерде бұл сөзін айтып кетті. 3 жобанға ескеріш қояйық деп. Ол да оң болсын, қабыл болсын. Рахмет. Құрметті ағайын, мынау тәуелсіздіктің арқасында жоғымызды түгенде барымызды осындай басымызды қосып жатырмыз. Мына тәуелсіздігіміз құтты болсын. Ал енді мен мына Керей 7 румын. Жақында мен мына Ташкент, Бұқара, Самарқанға барып сонда Жалаңтөс батыр мен Әйтеке биде Нәжмадин деген ініміздің атын оқыдым. Міне Нәжмадин саған рахмет. Қазақ айтады ғой, нан қосшыдан бір басшы деп. Мен осы бүгін ұйымдастырып жатқан басшыларға көп рахметімді айтамын. Енді дей тұрған мен адам көпшілік болғасын, неткенін осындай ұйымдасқан жерге келтіп бар адамдар болады бәрімізде де. Сондықтан да әрдайым бір адам басшы болған адамға бәріміз бірдей үйіртейік. Мен жаңа 7 румын дедім. Ал мына Әйтеке би менің Мүсірәлі бабамды пір сайлаған кісі болған. Мен де 4 қарамын деп айтуға үлкен право бар. Өйткені 4 қаралар Әйтеке би менің Мүсірәлі бабамды пір қылған. Сондықтан да әр уақытта қазақ мына өзіміз бөлінбей, жәкең айтқанда, әр уақытта бір болайық, ауызбіршілігіміз осындай әр уақытта аз той көп болсын, ал еліміз бейбітшілік әр уақытта осындай тойда, томалақта кездесе берейік. Рахмет. Ассалаумағалейкум, намазға жиналған азаматтар, төретамбеттің азаматтары. Бәрі де өздерін таныстырып атыр. Мен де өзім таныстырып отырайын. Мен руымды сұрасаң, әлімнен шыққан жеңеймін. Аласалау болын болса да ешкімнен кемін демеймін. Әкемнің аты Аралбай, шаруа адам болғасын аты қалып елге таралмай. Өзімнің атым Исмағұл, шақырған жерге осындай адам емеспін, қалған бара алмай деп өзім таныстырып өтейін. Мен есім Исмағұл болады. Осында жаңа таныстырып өтті сіздерді. Мен мына сіздерге қабыл болсын деп айтамын. Алла өзі пенде, Алладан несі дейді ғой, ұрпақ тілейді ғой. Сол ұрпақты не үшін тілейді? Ұрпақты Алла аты өшпес үшін және артында мынандай Құран бағыштау үшін тілейді. Ер азаматтар. Мінеке соның куәсі, міне артында қалған азаматтар жиналып, ауыз бірлікпен ас беріп жатыр, қанша жерден ел келіп жатыр. Рахмет, әрқашанда ауыздарың осындай бір болсын. Мынау жаңа айтып жатырған үлкен кісілер жақсы сөздер айтты. Ниеттері қабыл болсын. Бұл кейінгі қалған ұрпақтарға өнеге, мына өсіп келе жатқан ұрпақтарымызға өнеге ас беріп, ұрпақтарға көрсету.
қабыл болсын мына ниеттерің бәріңнің де. Мынау бәрі еліміздің бұл астың берілуі еліміздің тыныштығына байланысты. Еліміз тыныш болғасын, мінекей ас беріліп жатыр. Құдайға шүкір, ауыз бірлік беріп жатыр. Міне әрбір азаматтың үйінде ауыз бірлік болсын осындай. Еліміз тыныш болсын әрқашанда. Әрбір қазағымның отбасына береке бірлік берсін. Амандық болсын, бәріне де осындай қуаныш қой, бұл да бір ас беру дегенде бұл қуаныш. Ауыз бірлік адамдарды бір-бірімен кездестіру, бұл да парыз. Сондықтан бәріңе де рахмет, мінекей осындай ат салысып отқандарыңызға. Жақсы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті келген қонақтар, келіп отырған ақсақалдар, бағана үлкен ана жақтан бастап Бермағарайына алдыңдар, келдіңдер, түсіңдер, әруақтардың бәрін айтып келіп жатсыңдар, бәрін айттыңдар, естіңдер, иншалла төмен түсейік. Мына отырған менің інілерім көбісі бір-бірін танымайды, көбісі бір-бірін білмейді. Мына отырған келген көбісі қайсысы ата қайсысы екен, әлі осы біреу білмейді. Мен соларға туралы бір кішкентай да айтқанды оқып берейін сендерге. Шобан бабаның асына арнау. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалаумағалейкум, асқа келген ағайын, амандасып алайын, ағайын туыс бауырлар, алып жақын жерлерден жан-жағыма қарайын. Шалқып тартып жүретін атақ шыққан ежелден, шобан атты кеңелден, бүгін міне келгендер, сағынып келген бауырды қуанғаннан құшақтап құшағыма алайын. Әтем бетке айтта қайт, суын шыға жетте қайт. Сүттен жесі көпемді хабаршылап жібер деп айтқан екен аталар. Бір атадан тараған, талай ерлік жасаған. Осы өсіп өнген бүгінде шобан бабамданадан бір-біріңді сағынып, туысқандықтан қан ұрып, шобан ата әруаққа келдік бүгін бағынып. Шобан атын шығарған өткен ғасыр ішінде Төлеуді батыр бабамыз Кенесарымен кездескен, Майлыбастың жерінде Баймағамбет сұлтанмен қайтқан екен соғысып, хан боламын деп ашулы қайтқан екен Оралдан. Сарбаздары жаралы, таусылған екен азығы, азық-түлік мал беріп, Кенесарының өзіне 200 ат желден бәтемен ат береді. Бабамыз сонда көрінген, риза болып Кенехан мөрін басып қол қатқа сақинемен қылышын бабамызға сыйлаған. Арал тоғай асында осы әңгімені тыңдаған 12-ші жылы Астана Назарбаевтың келіні, Қайраттың әйел Сараның Серік деген інісі, менің балым үйленген Сара төренің қызы екен. Кенесарының айтқасын баруға айтып қаржыны Сара маған төлеген. Қожан сүгір ұлдары құлан нұрын еспенге қалмаққа шықты беттебет, жауын жегіп болғасын, ел қалыққа белгілі ханның қызын алғаны. Қойшырапастың балдары найда ұстап қолына елмен елді қорғады, босамады қолдары. Ақназардың ұлдары көпенің атын шығарды, өткен кеткен жолаушы көпенің жаққан отына жылынан ашышып, кетерінде ат тынып, аман деп шоғанды аңқылдаған ақ жүрек, Алладан білек сұрады. Ақпатан тұсында Мойнағұлым Атабай Оренбург қалада адвокат тұрғанда қазақтарды қорғаған болған ең мықты адам. Дін ордасы Бұхарда Шалмағамбет атамыз 19 жыл оқыған, қуанышын жылында жаңбыр керек бидайға ілінде адам болғасын, бұл шақыр аспаннан Құранға оқыған, Алла нұрын жаудырған. Оны көрген көп адам
ектен жерінде сол атаман қорымы жатыр дейді бүгінде. Байсалбай ұлы Жұмақан майлы басты үстімен жол салам деп өзбекке ел халықтың есінде сүрмеген үкімет Жұмақандай адамды жапқан екен түрмеге. Нұржанұлы Қуанбай шобанын болды шайырай, ақын айтты, ақын айтыстарыста сөздер деген талайды, ақыл ойды сөздері қазалға жайып. Құламаның үлкені Нәжімәдин ұрпағы тастай кетті ертірек, Тұрлыбек пен еркіні бектері бар ізінде, бәйтеректей көктеді, шеттерінен адамат, қуантады өскені, айтпаймын көкпені, өлшіміз сықтарыз, бақыттарға жеткені, қаза болған атаның есігімен есігі шыға берсін жалғасып, ұрпақ. Ерлер ағам айтатын көтектердің тентегі, шобанның ең кенжесі, бұфан болды кішісі, шалмен кепін ұстаған тегешпенен ораудың шеттері болды мүжіген. Біз екеміз иесі, кемпір залдығы отырған, отаудың болат киесі. Аққасин атамыз отырған еген Алтайда еңбегі сіңген отанға, қамқоршы болған шобанға, қуат әде жерсінің хабары болған әрістен, қамға әде кезінде бастық болды қалқозда, Мүратүлі Әбілтай, көптеген әмиттер отан үшін соғысқан, атағалы ұстан, Дәулет пен Маржанның атағышты шобаннан, орден алып отаннан, атағышты күреңмен Маржанды деп аталды. Дәулет атан қыз отыр, өткен кеткен сұраңдар, асқаннан, жас есіктен асқаннан. Орамбай мен байы бар, сейілді мен жаны бар, еңбексіп тер төгіп, қалқоздың саққозда шобанның артын шығарған Бейсен баба ұрыздары, ұлдары Құдай берген ұрпағы, Шәкен ұлы Асаны, Темір болат балқытып, қара деген ұстады, болған екен әруағы, көрпісте атамыз, қорғар батып ұрпағы. Төлетаңның жерінде Әбілқасым панаға келген екен ертерек, ағайын сол кезде жұмыс істеп келгенде, қиындықты көргенде, ағайынды не керек, жыл төсек үй керек, жаны ашып панаға аспен төсек үй керек, жұмысқа тұрып үй болып кеткен екен ол ағайын панаға мен палайға шыны керек кім керек. Иманды болсын ағамыз, сол ағаның балдары аман болсын Құдайым. Үлкеніміз бүгінде ақсақалы шобанның Майлыбаста тұратын Ержан аға кетті, байта еріпті, осылардан қасында Палай мен Маржанкүл, Рабиға Ағзаны Бекзада Білік, Ағзибай Базар Баян Фатима, Кенжебайгүл Күлсара Күнім Айша Рахиме, әже апа аналар ас жасаған балдарға сәлем беріп, келінге бәтелерін беріпті. Бәкеме әкем қайда жалғас? Великий жалғас қайда, великий? Совет үкіметі кезінде кім білмейді жабақты, қаршыған адамды күшті күтіктірді абақты. Облыста ағамыз гарком болып тұрғанда, қолынан жұртты қаратты. Төлетаңның жерінде әдетпен жәртіктер, Ментағая байелі, Келжан аға Мұсабек, Омарлы панаға ағайын туыс келісте ақыл айту жұбатты. Жауымыз ата барында суда үстіп шуатты. Әбілқасым Дәуіттер, ерлер менен жолдастар, Ақтөбемен жалғас бар, жүрушен жол бастап, Қазалда сол кезде Нәжімәден басшы болып, іллері қасында Ырысмаған Тастайбек, ел басқан ауданда күрмеледі тілімін ашық болып жолымыз. Әмин Сәбиттің көбеді одан күткені, ағалардың орнына балдардан қол жетпеді. Егер жері бесіп,
осы ең кетпеді болмай қалды шоғанның ағаларының бүткені қайырберді жатырда шектерінен жеде жан шоғанға 20 жыл көп арада ағайынның арасы бұрынғыдай бола ма? Аға кететіні бар, Қасымбек бар басшыға, жыр ойлаған ағайын бар, тыңдайтын, ас пен тойды атқарып, баласында біреудің болған. Бар қылақтың, бар баптың тілегі, ас пен ашатаған жігіттер, аман әсер жүріңдер, ағайынды туысты, әрқашанда біліңдер, сыйласыңдар әруақты, жақсылықты көріңдер. Осы астың басында қызымен жүргендер, Болат пен Рамазан Айбектер, Қалибектер, Талғаттар, Қуаныштың Аманға, Жәнібектің достыға, қасында жандарға, астымен қосшыға, бақытты болсын балдарын, көбеймесін сандарын, нұр келсін Алланың, оқыған халық болсын астарын, ата-баба асына, осы күнді арнаным, Құдай берген халық, Құдай берген халқы. Тумайды жайшылықта, өлім деген туады қайшылықта деп Мұқағали айтпақшы. Тебірен осы асқа ұрпақтары жиналады деп жанынан шақырған өлеңін жақсы қабылдадыңыздар. Баршаңызға үлкен рахмет айтқымыз келіп отыр. Қазір осы ағаларына арнап Нұрбек бала Бекұзақ Тәңірбергеновтың өсиет деген термесін орындайды. Бәкең бір ауыз сөзім бар деп жатыр, ордаға шығыңыз. Иманғали Ақтөбеге сәлем айт, хабар келсе ағайын жету үшін туысқа, қара жаңбырға қарамай, майлы баста шоғаның бар екенін ағаға мен бағалайын. Алматыдан Жамалати Тейсен, Жолат Дәуғара Жанауыт. Алматыдан келгендер, бір атадан көргендер, ағайынды көрдіңдер, ризамыз сіздерге, аман сау болып жүріңдер, әруақтар сіздер қорғасын, еш жамандық болмасын. Жұмақанға айналайын Жұмақан, арал тобай көргендер, ата-баба қонған жер, өсіп-өнген шоғанның құдай берген құтты жер, әдебиетке ас беріп, қуанышта болған жер, туған еген сол жерде, бақуа атам, шоғаннан шыққан, ұлағаң, әлі қалам кер. Едіге қайды? Мазақ тұрсын ала? Мазақ тұрсын. Қаладан келді едіге ағайынды сағынып, болды жақсы әңгіме, бақытты болсын балдарым, қасымда болсын. Көшірмесі беріп жатыр. Берген ақша жұмсалып кетеді, берген дүние тозып қалады. Бірақ ғылымның хат өлмейді деген мына қазақта қағазға жазылған хат мәңгілік қалады, сондықтан қабыл аласыздар. Енді біздің ойымызша, осы асыл ұйымдастырушылардың ойынша тамақты болып қалған сияқты. Сондықтан да осы астың бәрдесін алғымыз келіп жатыр. Мына үлкендердің табағын алсын, келділер бәрін болып. Келділер, ағылым болмағанмен үлкендердің табағын алыңыздар.
Сол асан аталығының ішінде жаңа берген Жаңсан деген Төретам аймағының ақсақалы келіп отыр. Жәке, сіз бата бересіз. Жәке, сіз бата бересіз. Ал ұрпақтар қол жайыңыздар. Жанға Allah қабілет, жанға ұл қамет, ниетке семәдет. Ақ берсін, бәлесін сақтасын, әулиеміз Allah сақтасын. Allah бәле және ауыр сырқау көзден, тілден сақтасын. Мына Шоғыр атаның балдары ас беріп жатыр екен, астары қабыл болсын. Осы ас бүкіл Шоғыр әулетінің бала-шаға туыс жат бауырларының әр ұясына, әр бала-шағаға құт береке, ауызбіршілік, денсаушылық, ұзақ байлық әкелсін. Мына осы залда отырған халықтың тілегін, ниетін, дұғасын бір Алла өзі қабыл етсін. Жазылған тағдыр ісі талайына бір Алла нұрын төксін арайына. Нұр шашып, пейіш болсын деп тілейміз, сіз мәңгі орын төккен сарайына. Жазылған Алла сізге шара бар ма? Мәңгілік еш нәрсе жоқ жараларда. Иманың жолдас болсын Шобан ата, хақ берсін қалған жасын балаларға. Құран қатым жасау үшін кезек дастан тақсырға беріледі. Жоғала жібермесіндер ше? بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن ذلك الشاكرين والشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ey bu alemde yaratuvchi Jibril Alloh Teala ya Rabbim, ey kudreti güçlü Allah Teala ya Rabbim. 18 alemde yaratuvchi Jibril Alloh Teala ya Rabbim, 18 alemnin paşası Allah Teala ya Rabbim. Biz sıra şu sen berişi Allah Teala kasiyetli Kur'an-ı Kerim'den avdarılgan, okuılgan Hatim Kur'anlarının savabın, osu dasturxandan işkence tağamlarının savabın, cemaatının ağayınlarının bugün niyet kılıp bergen hayresin sadaka aslarının savabın, ardaқты sürekli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarına, cemiye etken arvahları cem etken, evlileri cem etken, peygamberleri cem etken, sahabaların ruhlarına, Ösürde kol jayıp oturgan Müslümanların o sırrıyla ötken arvahlarına, atabalarına, kavmından, karındaslarına, ruhlarına, Arnayımının bugünkü as iyesi, Tokpan olur Şoban Atan'ın ruhlarına, және de осы астарды ұйымдастырушы жамағаттардың, Талап мен Рамазандарының, осы дүниеде өткен арвахтарына, ата-бабаларына, қауым қарындастары рухтарына, осы мына тойхана асхананың иесі, бағдарлеттің осы дүниеде өткен арвахтарына, ата-бабаларына, қауым қарындастары рухтарына сауырын баш еттің. Ey Rabbana Karim, Rabbana Karim, Rabbana Karim, biz sıra sen berişi Allah Teala, o sünede ötken sizlerge toqpanmış Şoban Ataga cennetten nasip ol, tozaqdan saqtay gör Allah'ım. Arqda olgan urpaqların, tuğan tuğsıqan bağlarının, bağlarının baslarına amaşılığın fayzi bergen nasip edin. Onlarga tavfiq, hidayet, sabır, amansızlık bir Allah Teala.
اللهم اغفر لنا ولوالدي والاستاذي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن زين البركه وقاضي الحاجات انك من جبل الدعوات. Ey Rabbana Kerim, ya Rabbana Kerim, ya Rabbana Kerim, biz sıra için sen bir Allah Teala yerimizde, halkımızda, canlıyalarımızda arkada peleketlerden, düşmanlardan, pelik gözlüklerden, şeytanın vasfasından, bana yerinizge bir jokbalı alın dedin Allah'ım öz kalemi saklayın. O sizlerin orjatlarını size Allah'ım derdilerini şayır. Elahime Rabbina dini fid dünya hasenatan, ve fil ahiret hasenatan hakkına azabın nar. Niyetlerimizde, teleklerimizde, dualarımızda Allah'ım özlerini kabul et. Allahu Ekber. Kabul olsun ağaylar. Hürmetli ağaylar, sağlıklarımızlar, қазір мынау садақаны ұйымдастырушылардың аталықтарға беретін шапаны бар. Содан кейін осы ұйымдастырушылардың атынан келген қонақтарға рахмет айту үшін Асекең ортаға шығады, сосын барып аяқталған бұл шара. Ya versin Allah almasın, vayıf kaydı salmasın. Otlarımız aman olsun, berekeli zaman olsun. Allah olsun, Mehmet Hamdar yolu sadakalarını kabul ol. Muratların basıp ol. Varfından kırattan yerini cayını, toprağı toprağı alıp beş artık geçmiş olsun. Buna orfakları vermetken diyetleri on başına ayrılayıp tek olsun vermetken vatan kabul ol. Allah alkanında alkan bereketi ver. Sağ olun. Töre. Şafak Aydar. Şafak Aydar ağa. Hoca. Hoca. Ver. Жетіру. Жетіру. Жетіру мінекей. Он екі табайылы. Он екі табайылы. Он екі табайылы, қанекей. Ағайындар, екі табайылы бар ма? Байсары. Байсары. Болды. Әлім. Şöbeke. Sultan Bayla. Kırgız. Maldan şahırdan bu. Kırgız. Hani amca bu. Sizde ciğer çırağım çırayım bu. Anağa ciğer. Жалғашқа жиен. Мен де жиен. Kırgız'da var mı? Bırak. Sultan. Болдым, маған айтты, шапанды кетті. Сен сұрадың ғой. Жиындырға 3000 теңге ақша берілді. Жиындыр. Жиендер, кім жиен?
Құрметті ағайынды бауырлар, барлықтарыңыздың келгендеріңізге, асқа келгендеріңізге көп рахмет. Мынау алыстан келгендерге, жақындан ауылдан арасындағыларға барлықтарыңызға мыңда бір рахмет. Бала-шағаларыңыздың рахатын көріңдер. Көп бақытты болды. Аға, жаңағы Жақишевтердің үйіндегі атаға берейін да мына, иә?